Сәлем достар, бүгін сіздермен қызылша мен ішек жолдарын емдеуді көрсетемін. Оған қажетті заттар: 2 сәбіз, 2 қызылша, 4 зубчик чеснок, қаймақ, 1 алма, 1 лимон қажет. Оливковый май керек. Ағзадағы шлактардың көбейіп кетуіне байланысты әртүрлі ауруларға шалдығады. Ол әлсіздік, ұйқысыздық, желдесу, жүректің қатты соғуы, аллергия, иммунитеттің төмендеуі, шаштың түсуі, тырнақтың сынғыш болуы, өттің қоюлануына алып келеді. Бұлардың бәрі ішектің дұрыс қызмет етпеуіне байланысты. Бала туылудан оны көкірек сүтімен азықтандыру керек. Егер де қосалқы тамақтандырғанда бала ауруға ұшырайды. Ішекте шлак көп болса, тамақ толық қорытылмайды, ол шлакқа айланады. Әр күні 1-1,5 литр жылы су ішіп отыру керек. 20, 30, 40 жастан асқаннан кейін организмде окисление басталады. Сондықтан әр күні жылы су ішіп, квашеный капуста, кимчи, жеміс жидектерді көбірек жеген жөн. Газдалған сусындарды ішпеуге тырысу керек. Әр күні жаттығулар жасап отыруымыз қажет. Енді ішекті қауіпсіз тазалау жолы ол ішектерді нормаға түсіреді. Бүгінгі тақырыбымызда сол ішекті тазалау үшін арналған салатымыз шотка деп айтылады. Сәбіз, алма, қызылшаны теркадан өткіземіз. Жарты лимонның суын аламыз, чеснокты үккіштен өткіземіз. Бәрін қосып, лимон суын, оливковый май, тұз, чеснок, сметана қосып, жақсылап араластырамыз. Оны жиі жеп отыру керек. Міне бәрін жақсылап араластырып алды. Енді салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Екінші салатымыздың аты қызылшадан шарик жасау. Сәбізімізді қайнатып аламыз. Қызылшаны да оны да қайнатып аламыз. Екеуін де үккіштен өткіземіз. Чеснокты майдалап өткізіп алдық. Артынан грек орегін, оны да майдалап алдық. Оны салатымыздың үстіне саламыз. Сөйтіп бәрін жақсылап араластырып аламыз. Осылайынша. Араластырып болған соң, видеодағыдай шарик жасап, оны холодильникке қойып, тамақтан 2 сағат бұрын бір талдан 2 апта бойы жеу керек. 1 жылда осылайынша 1 рет жасап жеу керек. Осы емделу кезінде тұзды заттар жеуге болмайды, арақ, шоколад, қантты көп жеуге болмайды. Күнде 8 сағат ұйықтау керек. Баняға түсу ол өте пайдалы. 30% шлактарды терлеу арқылы шығарады. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ем болсын.